Амансыздар ма? Эфирде біздің уақыт ақпарат сараптамалық бағдарламасы. Мен Жайна Асланбек, уақыттан көретіндеріңіз. Өзім Қазақстанға өткім келеді, өтейін десем, себебі менің пенсиям қазір 80 мың алып жүрсем, теңгеменен. Ол кезде 15 мың, 25 мың осының арасында. 80 мың мен 25 мыңның айырмасы азаматтық. Байқоңырдан кезекті репортаж. Люди попали случайно на стройку. Никто не работал, никаких трудовых этих взаимоотношений не было. Ғарыш саласын зерттеймін деген екі студенттің өлімі. Жауапкершілікті ешкім арқаламайтын оқиға. Сады пропали. А почему пропали? Такая сейчас экология у нас. Все гниет, все сохнет. Алма кетті домалап, ол апортты енді ешкім таппайды. Елдегі халық көп шоғырланатын қоғамдық орындардың 74% террористер шабуылына дайын емес. Бас прокурордың орынбасары Андрей Кравченко осылай деп мәлімдеді. Экстремизм мен терроризмнің алдын алудың заңнамалық шаралары қарастырылған жиын өткен. Сонда Дело в том, что теракты в Актюбинске показали на серьезные недостатки в деятельности точек торговли гражданским оружием. Ақтөбедегі оқиғалардан соң қару-жарақ сатумен айналысатын барлық нысандар тексерілді. Ондай дүкендердің 50%-ында күзет агенттіктерінің 1/3-інде, инкассаторлық қызметтердің тең жартысында талаптардың бұзылғаны анықталды. 150 адам жауапқа тартылды. Халық көптеп демалатын 5 мыңға жуық нысан тексерілді. 74%-ның жағдайы қанағаттандырмайды. Ол жердің күзеті террористік қауіптің алдын алып, адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етет деген кепілдік жоқ. Нет гарантии там, что службы и охранные агентства, которые там стоят, обеспечат все-таки профилактику угроз терроризма. Сондықтан прокурорлар терроризмге қарсы заң талаптарын сақтамаған нысандардың қожайындарын жауапқа тартуды ұсынды. Өйткені қауіптің беті сейілер емес. С 2011 года 2011 жылдан бері 64 экстремистік акцияның жолы кесілді. Ал жыл басынан 9 шабуылдың беті қайтарылды. Адам көп жүретін қоғамдық орындар мен құқық қорғау және бірнеше мемлекеттік органдарға жоспарланған шабуылдардың жолы кесілді. Комитеттің мәліметінше Ауғанстан, Ирак, Сирия соғысына қатысқан 45 қазақстандық экстрадицияланған. Оның 33-і өз еркімен елге оралып, қылмыстық жауапқа тартылған. Өздері қасиетті санайтын шынында қасиетсіз соғысқа аттанбақ болған 559 адамның жолы кесілген. Соңғы 5 жылда діни экстремистік қылмысы үшін 445 адам сотталды. Жыл басынан 25 адам темір торға қамалса, тергеу изоляторларында тағы 50 шақты адам отыр. Сонымен бірге соғысқан лаңкестер қазір елге оралып жатыр. Олардың тарапынан терроризм қаупі аса жоғары деп ескертті Қауіпсіздік комитеті. Ал прокурорлардың пайымынша терроризммен күрестің бір жолы ішкі тіркеу. Нужно спросить у МВД, почему эта регистрация не работает должным образом? Тіркеу жүйесі неге жұмыс істемейді деп ішкі істер министрлігінен сұрау керек. Олар үй қожайындарын міндеттеу керек дегенді ұсынып отыр. Қазір пәтер иелері үйін жалға беріп ақша табады, ал ондағы тұрып жатқан адамдар үшін ешқандай жауапкершілік алмайды. Өздеріңіз білесіздер, қылмыскерлер қылмыстық топтардың мүшелері. Егер олардың біреуі ұсталса, қалғандарын да табу керек. Бүкіл елді шарлап, қаншама ақша жұмсап іздеуге болады, ал дұрысы адамдарды тіркелген қаласынан іздеу. Бірақ азаматтық қоғам өкілдері өткенде айтты, қылмыскерлердің ешқашан тіркелмейтінін. Бұл нормадан қарапайым адамдардың қиналатынын еске салады. Үйіне келген мейман 10 күннен артық қонақтайтын қазақтарды мысалға келтіріп. Ал дін істері және азаматтық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаев радикалды топтарға еріп кеткен террористердің 55%-ы 20-ға толмаған жастар екенін айтты. 35%-ы 30 бен 39 жас аралығында. Тек 10%-ы 40-тан асқан азаматтар. Бәрін идеологияның жоқтығынан көреді. Ал қоғам белсендісі Мұхтар Тайжан жастардың теріс ағымдарға еруінің 3 себебін атады. Лаңкестіктің басты негізі ол кедейшілік және жұмыссыздық. Елімізде кедейшілік, жұмыссыздық болмау керек, өйткені еліміз бай. Сондықтан біз үкіметтен басқа экономикалық саясат күтіп отырмыз. Осы 20 жылдың ішінде өкінішке орай сол білімнің жүйесі әлсіз болып кетті. Сондықтан бұл жерде де үлкен реформа керек деп ойлаймын. Келесі экстремизм мен лаңкестіктің басты себеп ол мемлекеттің әділеттігі.
Осындай реңктегі байламдарда біздің уақытта талай айттық. Экстремизм, қасиетсіз соғыс, қауіпсіздік тақырыбы негізгі тақырыптардың бірі болып қала береді. Алда талай тоқталамыз. Терроризм мен экстремизм жыл сайын өте қауіпті мәселеге айналып барады. Бұл тек Қазақстан ғана емес, бүкіл әлемдегі проблема. Сондықтан терроризм мен экстремизмге қарсы күресті күшейту бойынша елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев нақты тапсырмалар беріп, оның орындалу жолдарында да көрсетті. Ең бастысы, бұл мәселеге бүкіл қоғам қатысып, шынайы қолдауды білдіріп отыр. Президент Алматы облысына сапар барысында Нұркент деген жаңа қаланың бас жоспарымен танысты. Ақорда сайтының хабарлауынша қала Панфилов ауданында Қазақстан-Қытай шекарасында тұрғызылып жатыр. Нұркент Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағына енеді. 100 мың адам тұратын қала болмақ. Арнайы экономикалық аймақтың құрылысы 2020 жылға қарай аяқталу керек. Ал қаланың құрылысы әрине ол кезде бітпейді. Жаңа жібек жолының негізгі тіректерінің біріне айналуы тиіс дейді біздің үкімет. Әрине Қорғастағы коррупция тыйылса. Тенгриньюз порталының тілшілері қала салынатын жерге барған. Ол жерде Пенджим кенті бар. Дәл жанында Алтынкөл және Құндызды станцияларында жұмыс істейтін темір жолшылар мен Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағы, Қорғас халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығының кеденшілері, сондай-ақ құрғақ порттың қызметкерлері үшін үйлер салынып басталған. Оны Нұркент тұрғын үй кешені деп атайды екен. Панфилов ауданы әкімінің орынбасары Шухрат Құрбановтың сипаттамасын оқса, гүлдей жайнаған инфрақұрылымы керемет қала бой көтереді. Ал Пенджимнің тұрғындары жаңа қала салынса, балаларымызға жұмыс табылар, жолдар жөнделер деп үміттенеді. Нұркентте балаларымыз тұрса, жұмыс істесе, ал біздің немен айналысатынымызды көріп тұрсыздар. Жұмыс жоқ, жер теліміміз де жоқ. Балаларда сұрау керек, сондықтан жалданамыз. Әйеліміз екеуміз жүгері тазалаймыз, күніне 1,5 мың теңге табамыз. Соған разымыз деген 4 баланың әкесі Жұмағұл Нұрайдар. Алатағы жер мен көкті жарған Байқоңырдағы тіршілік туралы бұған дейін де материал бергенбіз. Оны бай емес, қоңыр деп атағанбыз. Қайталай берген бір түрлі деп әйтпесе. Бұл жолы 80 мың теңге мен 25 мың теңгенің айырмасы азаматтық деп атадық. Қызылорда облысындағы меншікті тілшіміз Шарипа Сақтапованың репортажы. Атақ жер мен көкті жарған Байқоңыр ғарыш кешеніне қарағанда Байқоңыр қаласының бүгінгі тіршілігі мәз емес. Тәуелсіздік алғалы бері қаланы Қазақстанмен қатар Ресей азаматтары пана етіп келеді. Ресейліктердің қасында отандастарымыздың күнкөрісі ауырлау. Елдің көпшілігі айлығы молдау жұмысқа тұрып, пәтерді болу үшін Ресей Федерациясының азаматтығын алуға мәжбүр болған. Солардың бірі Тыныштықбай Қожағұлов. Тұрақты тіркеуі бар қария кезінде пәтерінде жекешелендіріп алған. Бұл қалада ресейлік паспорттың наны жүреді деген ақсақал отанның азаматтығын алғысы келеді ау. Десе де, отбасы қиналып қалатынын ойлап, олай істей алмайды. Өзім Қазақстанға өткім келеді, өтейін десем, себебі менің пенсиям қазір 80 мың алып жүрсем, теңгеменен. Ол кезде 15 мың, 25 мың осының арасында. Минимальный, ең төменгі ставкамен береді. Сосын біз қалай күн көреміз? Үйде адамдарым бар, бала шағам бар, немерелерім бар дегендей. У них в Байконуре 50 видов льгот. Байқоңырдағы ресейліктерге өз үкіметі тарапынан 50-ге жуық жеңілдіктер қарастырылған. Коммуналдық қызметтен бастап балабақшаға дейін жол жүру шығынын көтеріп, дәріхана өтемақыларын төлейді. Қазақстандықтар үшін ондай жеңілдіктер қарастырылмаған, сосын экологиялық коэффициент 40% төленеді. Бір ғарыш айлағында біздің Инфракос, Қазғарыш Сапар немесе Қазкосмостың қызметкерлері Ресейдің Ценки, Прогресс энергия сияқты федералдық кәсіпорындар қызметкерлерімен бірдей қызметті жасайды. Ал сол еңбектер үшін жалақыны ресейлік мамандар көптеп алады. Басымда өзімнің баспанаң болмаған соң мазаңда қашады. Жұмыстан қысқартылсаң болды, пәтерді босатуға тура келеді. Байқоңырда 20 жылдан бері бірде-бір үй, нысан салынып пайдалануға берілмеген. Есесіне көптеген көп қабатты үйлер қаңырап, бос тұр. Талан-таражға түскен үйлерді көпшілікке реттеп берсе, дұрыс болар еді деген жұртшылық жақсы жаңалық күтіп отыр. Мынау үйлер бос тұр, мінекей. Осы үйлерді бөлінген ақшадан екі жақтан болып, осы үйлерді қайттан
қалпына келтірсе, ең болмаса ішкі сыртқы есік терезесін салып берсе, халық өзі алғарда жөндеп алар еді. Россия платит за аренду. Байқоңырдағы жалға алған үшін Ресей жылына 115 миллион доллар төлеп отыр. Ол қаражаттан Байқоңыр бір тиын да көріп отырған жоқ. Оның бір бөлігі ресейлік әскери техника, оларға қосалқы бөлшектер алуға кетеді. Тым болмаса 10 миллионы Байқоңырдың әлеуметтік экономикалық дамуына жұмсалса, тұрғындардың жағдайы жақсарар еді. Біз мұнда қазақстандық, ресейлік деп бөлмейміз. Ал қалада жұмыссыздық. Оған тіпті алпауыт кәсіпорындарда төтеп бере алмады. Алғашқы легіне біздің отандастарымыз ілінді. 2015 жылы Ресейдің 12 кәсіпорында істеген 409 қазақстандық жұмысынан айырылып қалды. Күнкөріссіз қалған азаматтардың жағдайы ауырлап кетті. Қазақстан тарапы олардың тағдырына немқұрайлы қарайды дей алмаймыз. Үкіметаралық отырыста Қазақстан Байқоңырдың дамуына атсалысатынын қадап айтты. Жылдың соңына дейін мақсатты бағдарламалар әр сала бойынша Ресей тарапымен келісіліп қабылданады. Соның негізінде алдағы жылы ол шараларды қаржыландыруға қаражаттар сұралатын болады. Сонымен бірге пайдаланылмай тұрған нысандарды тиімді пайдалану мақсатында Қазақстан тарапы Ресей тарапынан жалдан шығару жөнінде 14 нысан жөнінде ұсыныс берді. Қазіргі уақытта алыс-беріс актілері дайындалып жатыр. Сол бос тұрған нысандарды Қазақстан тарабы кәсіпкерлікті дамытуға пайдаланбақ. Ал мақсатты бағдарламалар ішіндегі маңыздысы тұрғын үй құрылысы. Қазақстан азаматтары үшін. Одан басқа кәріз, жылу, су жүйелері жаңғыртылады. Сонымен бірге Байқоңырдағы 6 мектеп пен балабақша Қазақстан білім беру стандартына көшті. Заманауи сынып кешендері, жаңа құрал жабдықтар, оқушылардың жетістіктері де толымды. Бір әттеген айы мұғалімдер жалақысынан ұтылып қалды. Біздің бұл жерде жаңағы Қазақстан білім стандартына көшкен кезіміздегі тек жаңағы қаражатымызға байланысты болып тұр. Өйткені Ресей стандартынан білім стандартын оқып жүргенде ояқтың жалақысы көптеу болды да. Енді бір қаланың ішінде Ресей стандартыменен де Қазақстан білім стандартымен де оқып жатқаннан кейін осы қаладағы мұғалімдердің қазақ мектебі болсын, орыс мектебі болсын, барлығының да жаңағы жалақы деңгейі бірдей болса, ешқандай кедергі болмас еді. Медициналық көмек те жетті. Алғашқы қазақстандық аурухана ашылды. Еліміздің қаражатына салынған нысанның іске қосылуы ұзаққа созылды. Ресейлік тарап 6 жыл қабылдамай, ақыр Қазақстан өткен жыл өз балансын алды. Соңғы 20 жыл ішінде ашылған алғашқы қазақстандық аурухана облыстық медициналық орталықтың филиалы. Байқоңырдағы ағайындармен қатар Арал, Қазалы, Қармақшы аудандарының науқастарын қабылдап, тегін қызмет көрсетеді. Науқастардың режимді қалаға кіріп шығуларына кедергі жоқ. Рұқсат қағаздары алдын ала дайындалады. 120 орынға арналған ауруханада әзірше терапия, реабилитация, күндізгі бөлім бар. Толыққанда іске қосылғанда перзентхана, кардиология, хирургия, травматология, реанимация бөлімшелері қызмет көрсетеді. Ал жұмысқа алдымен ресейлік емханаларды қысқартуға ұшыраған қазақстандықтар қабылданды. Ресей ауруханасында 18 жыл жұмыс істедім. Өткен жылдың сәуірінде қысқартылдым. Осы Қазақстан больницасы ашылатынын естіп, тәжірибеме қарап, жұмысқа алындым. Осы тамыз айынан бастап жұмыс істеп, күндізгі бөлімшеде жұмыс істеп жатырмын. Жаңа ауруханаға 46 жұмыссыз отандасымыз алынды. Жалпы 252 жұмыссыз қазақстандық түрлі мекемелерге тұрғызылған. Ал Байқоңырдың болашағынан үмітті жастар қалаларында жаңа кәсіпорындар, жоғары білім беретін ошақтар, мәдени сауда орындары, кинотеатр ашылғанын қалайды. Хотелось бы развития города. Қаламыз өсіп өркендесе, жаңа үйлер салынып, Астанамыз секілді керемет қалаға айналса, әйтпесе бір орында тұрып қалатын сияқтымыз. Чтобы открывались ресейлік қана емес, біздің отандық кәсіпорындар ашылса, қаламызда бос тұрған нысандар жеткілікті, соларды дұрыс пайдаланса. Я бы хотел, да. Мен беделді оқу орнын бітіріп жатырмын. Сондықтан да ғарыш айлағында қызмет жасағым келеді. Тағы бір арманым аспанға қазақстандық зымырандар ұшырылса. Хочется поправить равновесие. Тепе-теңдік болса, мысалы білім алу үшін басқа қалаларға бармасақ. Мен өзім Алматыдан университет бітіріп келіп, жұмыссыздар қатарын толықтырдым. Әйтеуір соңында жұмыс табылды. Бірақ мен сияқтылар жеткілікті ғой. Барлығына жұмыс көзі болса, жалпы қаламыздың тұрғындары барлығы керемет, бақытты өмір сүрсе. Шарипа Сақтапова, Қайрат Тарабаев, Байқоңыр, біздің уақыт. Өткен аптаның соңында Астанадағы Сауран көшесінің бойында Айнұр Астана компаниясы салып жатқан үйде 20-ші қабат деңгейінен көтергіш құлап, 2 жұмысшының мерт болғаны хабарланған. Кейін қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі ақпарат құралдарына таратқан мәліметте опат болғандардың 19-дағы студенттер екені айтылған. Оларды жұмысшылар емес істеген. Алайда студенттер ол жерге ойнауға бармаған шығар.
Бұл құрылыс алаңдарындағы былықты көрсетеді. Оларды кім жұмысқа қабылдаған? Біліктілік талабы, қауіпсіздік талабы, тағы талаптар қайда? Тіпті сол жерде жұмыс істейтіндерін растайтын құжаттары жоқ болып тұр ғой. Компания өте күрделі инженерлік коммуникациялық ғимараттың құрылысына жұмысшыларды қора-қопсы тазалауға жалдаған сияқты жалдай салатын болған. Тірліктің түрі осы айдарына топтасатын сансыз оқиғалардың бірі. Бір нәрсе істеліп жатқандай, там-тұмдап істеліп те жатыр. Алайда жапқышты көтеріп қалсаң, Саламат Омаш тараптардан комментарий алуға тырысты. Тек бізде бәрі оңай, әрі қиын. Қатты қажет етпейтін жерде қатаң сақталып, керек тұста әлсіреп жататын заңның алға шыққан заманында тырнақшаның ішінде жыламаған балаға комментарий жоқ. Қолында закон қуаты бардың біразын мазаладық. Алдымен оқиға жайында бірер сөз. Бұл Айнұр Астана құрылыс нысаны. 19 жастағы 2 студент осы салынып жатқан үйден құлап қаза болған. Екеуі 20-шы қабаттағы балконның сыртын әрлеп жатқан кезде темір тіреулер үзіліп кеткен. Қазір құрылыс толық тоқтап тұр. Бізді мазалайтын сұрақ, марқұмдардың құрылыс нысандарында жұмыс істеуге рұқсаты болды ма? Оқу маусымы басталғанда олар қалайша құрылыс нысандарында жүр? Және бұған кім жауапты? Жауаптыларды іздеп, марқұм болғандар туралы ақпарат алуға Астанадағы Еуразия ұлттық университетіне бардық. Себебі 19 жастағы Олбек Күбеш пен Талғар Мұқиятұлы аталған оқу орнындағы физика-техника факультеті, ғарыштық техника және технологиялар кафедрасының 2-ші курс студенттері еді. Қыршын кетті. Оған өте университет, жастар өте қайғылы. Бұны айтып жеткізуге болмайды. Отбасының қайғысы, әулеттерінің қайғысы, елдің қайғысы бұл жастарымызға да беріліп, соңғы күндері бұл мәселе университеттегі өте бір ауыр күндердің бірі болып отыр. Өмірге келудің бір ғана жолы болса, өмірден кетудің себебі шексіз. Қыркүйектің 16-сы күні университетте әскери даярлық дәрісі болған. Ол күні әскери билетті сарбаз атанбай қалғысы келетіндерден басқалар түгел оқудан босатылады. Сабақтан бір күнге қолы қалт еткендердің арасында Олбек пен Талғар да болған. Бұл балалар сол жатақханада тұратын балалар болған. Таңертең тұрып, әркім енді біз 17 мың баланың қолынан ұстап жүрмейміз ғой, бәрі ақыл есі бар, азамат жасқа толған азаматтар бәрі де. Сондықтан бұлар өз жаңағы жатақханадан өз бетімен жаңағы тіршілігімен шыққан. Арада бірнеше уақыт өткенде 20-шы қабаттан 2 жұмысшы құлап қайтыс болды деген ақпарат тарады. Кейінірек марқұмдардың студенттер екені анықталды. Қайғылы оқиға сол жағалауда салынып жатқан тұрғын үй кешенінде болған. Құрылыс нысаны Айнұр Астана деген компанияға қарайды екен. Мән-жайды білуге барғанымызда мәз бола қойған жоқ. Қазалы компаниядан қазақи қонақжайлықты күтпегеніміз де рас. Закрыта стройка, никого нет самое. И на каком основании вы пускаете? Дәл сол сәтте ойында не болғаннан бейхабармыз, шыдамы жетпеді ме, әйтеуір тым мазасызданған кісі журналистерді неге кіргізесің деп күзетшіге айқайлап ұрса бастады. Кто двое? Какие двое? Те позже пришли, на 5 минут позже пришли. Откуда я знаю? Ну какого черта тогда ты работаешь, если ты не знаешь свои обязанности? Но мне сказали запустить двоих, я свои обязанности знаю, господин. Бастық екенін байқадық. Оқиғаның қалай болғанын білгіміз келіп, адамша сұхбаттасуға қайта шақырдық. Ушли 2 пацана, которые не только, поймите, родителям больно, всем больно. И мы участвовали в похоронах, я встречал, мы все делали, вся компания, сейчас вот сдают там, все делают, все. Оқиғаның ресми нұсқасын және жауаптыларды білгіміз келіп, құзырлы органдарға бардық. Алайда қылмыстық іс жүргізу кодексінің 221 бабына сәйкес, тергеу жүріп жатқанда мәліметтер толық жария етілмейді екен. Осы факт бойынша қазіргі кезде Айнұр Астана салынып жатқан құрылысы нысанындағы болған жағдай бойынша қылмыстық іс қозғалып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 126 бабы бойынша, яғни еңбекті қорғау ережесін бұзған деген факт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Айнұр Астана компаниясының басшысынан жұмыс беруші мен студенттердің арасында қандай да бір келісім шарт болған болмағанын сұраған едік. Люди попали случайно на стройку. Никто не работал, никаких трудовых этих взаимоотношений не было. Компания басшысының келісім шарт болмаған деген сөзін растау үшін Астана қаласының жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы мемлекеттік мекемесіне арнайы хат жазды. Олар алғашында бұл оқиға бізге қарамайды деп атүсті жауап бере салған. Бұл мәселелер бізге қарамайды екен. Өйткені бұл жерде еңбек қатынасы жоқ. В основном бұл ЧС пен ДВР-ның вопрос.
Кештетіп, қағаз жүзіндегі ресми жауапта келді. Жауапта марқұмдар салынып жатқан үйдегі пәтерді көруге келді делінген, және еңбек қатынасы болмағандықтан құрылыс салушыларға шаралар қабылдауға мүмкіндік жоқ екен. Виновный будет наказан, если они будут виновны. Жауап түсінікті. Біз қанағатсыздықтан емес, жауаптыларды анықтау мақсатында Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитетіне хабарластық. Төтенше жағдайлар комитетіне қарасты мәселелер табиғи немесе техногендік сипаттағы болған төтенше жағдай кезінде қайтыс болған адамдар. Ал бізде осы екі бала немесе екі жігіт болған жер, ол ешбір статистикаға енетін нәрсе емес. Студенттер мен компания арасында ешқандай да келісімшарт болмаса, марқұмдар құрылыс жүріп жатқан жерге қалай кірген? Олай дейтініміз, кез келген құрылыс нысандарының аумағы қоршалып тұруы тиіс. Осы мекеменің әкімшіліктің лауазымды осыған өкілетті адамдарының рұқсатынсыз нысанның территориясына кіре алмауға жетеді. Яғни бұл жерде осы құрылыс нысанының басшыларының рұқсатымен ғана олар кіруі мүмкін деген ой бар. Заңгер Болат Мадеевтің айтуынша, жабық объектіде келімді кетімді адамдар түгел тексерілу керек. Келісім шарт болсын болмасын, құрылыс нысандарында мамандар техника қауіпсіздігін қадағалауы қажет. Ал оқу орындарының әкімшілігі оқудан тыс уақытта және университет территориясынан тыс жерде кәмелеттік жасқа толған студенттердің жүріп тұруына жауап бермейді. Әлеуметтік жағынан аз қорғалған балалар бар. Біз оны жоққа шығармаймыз, әлеуметтік жағынан. Біраз балалар ата-анасына көмек ретінде қосымша жұмыс істейді. Оны да жасырмаймыз. Студенттер құрылысты көруге барған болуы мүмкін. Оларды біреу көмекке шақыруы да ықтимал, немесе сабақтан бос кезде бір күндік жұмысқа барған. Қазақстан Республикасындағы еңбекке қатысты барлық заңнамаларда уақытша жұмыс деген түсінік жоқ. Жоғарғы оқу орнында оқитын студент егерін ескеретін болсақ, онда олардың ондай жерде уақытша жұмыс істеуге ешқандай құқығы жоқ болған, және бұны жұмысшы бұларға ешқандай мұндай мүмкіндік бермеу керек еді. Біз бір ғана оқиғаны алып отырмыз. Жалпы елорданың құрылыс алаңдарында адам өлімі жиі болып тұрады. Мұнда былтырдың өзінде 9 адам биіктен құлап қаза болған. Все, что необходимо, все, мы полную помощь оказали, и погребение, и все. И проведение 7 дней, и 40 дней, и год мы будем проводить, и никто не собирается отворачиваться. Мына бір ақпаратты елеусіз қалдыруға сірә болмас. Біз бағанадан бері сөз қылып отырған Айнұр Астана құрылыс компаниясы жылдың басында жауапсыз компаниялардың тізіміне енген. Құрылыс жұмыстарын уақытылы тапсыра алмай, тұрғындар тарапынан наразылық болған. За эту стройку у нас ничего не было, даже палец никто не ломал. Ни палец не ломал. Кінәлі қоғамдық қатынастардағы салғырттық. Кінәлі тәртіпсіздік пен жауапсыздық. Жалпы бізде көп дүниені айқайлап айтуға болмайды. Менталитетімізге жат құбылыс. Біз сыбырлап сөйлегенді жақсы көреміз. Марқұм болған студенттер дәл осы аудиторияда, дәл мына партада отырып білім алған. Екеуі де мемлекеттік грант иегерлері, факультеттің үлгілі студенттерінің бірі еді. Амал қанша. Сендер біздің мәңгі жүрегіміздесіңдер. Біз сендерді ешқашанда ұмытпаймыз. Жандарың жәннатта болсын, бауырлар, бақи болыңдар. Группаластары мен достары осылай деп көңіл айтып жатыр. Әйтсе де олар өз өмірлерін сүре береді. Жылап қалған ата-аналарды айтсаңыз. Саламат Омаш, біздің уақыт. Британиялық Times Higher Education басылымымен Thomson Reuters ақпарат агенттігінің бірге жасаған рейтингі бойынша Оксфорд университеті әлемдегі ең үздік оқу орны ретінде танылды деп хабарлады Азаттық. Бұған дейін 13 жыл қатарынан бұл рейтингте америкалық университеттер бірінші орында болған. Бұл жолы Оксфорд 5 жыл бойы осы рейтингте бірінші орында тұрған Калифорния техникалық университетінен озған. Үшінші орында Калифорниялық Стэнфорд, төртінші орында Британиялық Кембридж, одан кейінгі орындарда Массачусетс техникалық институты, Гарвард университеті тұр. Үздік ондыққа 6 америкалық жоғары оқу орны енген. Мәскеу мемлекеттік университеті 188-ші орын алған. Бұл рейтингке Қазақстан университеттері енбеген әрине. Ал парламент мәжілісінің депутаты Ирина Смирнова білім беру саласын қаржыландыру мәселесін көтеріп, қазақстандық мұғалімдердің жалақысы тым аз екенін жеткізді. Үкімет жетекшісінің атына жолдаған депутаттық сауалда Еуропа мемлекеттерінде білім беру саласын қаржыландыру көлемі ішкі жалпы өнімге шаққанда 6-9% құрайтынын, соның нәтижесінде Германия сияқты елде мұғалімдердің жалақысы 4000 еуроға дейін жететінін, ал көрші Қытайда мектеп мұғалімдері кем дегенде 1000 ақш долларын алатынын айтқан.
Вместе с тем, заработная плата. Бізде болса, мұғалімдердің еңбек ақысы 40-50 мың теңгені құрайды. Сынып жетекшілігі үшін 5 мың қосады. Ондай жүйемен білім беру саласын дамыту қиын. Қазақстанда білім беру саласын қаржыландыру көлемін ішкі жалпы өнімге шаққанда 6-9%-ға дейін жеткізуі тиіс. Ал негізгі мамандығы мұғалім. Білім вице-министрі болған Мұрат Әбенов Бақ-Кз порталына берген сұхбатында былай деп жалғастырады. Менің ойымша, құқық қорғау саласындағы мамандардың жалақысын көтергеннен гөрі ұстаздардың айлығын өсіру тиімді. Себебі болашақта жетер жетістіктеріміздің көбі партадан басылады. Оқушыларға сапалы білім беруге мүмкіндік жасамау, болашақ ел экономикасын өз қолымызбен тұралату деген сөз. Ал құқық қорғау саласындағылар ұстаздардан аз дегеннің өзінде 2 есе көп айлық алады. Қарапайым ғана қағидаға сүйеніп айтар болсақ, мектепте білімді, тәрбиелі, сапалы оқушы тәрбиелей алсақ, қоғамдағы қылмыс пен тәртіпсіздікті азайта аламыз. Яғни мұғалімнің айлығын көтеру арқылы еліміздің экономикасын, дамуын алға жылжыта алатын болсақ, екіншіден қоғамдағы қылмыстың азаюына да септігін тигізе аламыз. Сондықтан құқық қорғау саласынан гөрі ұстаздардың айлығын көтеруде ұтарымыз көп. Слон.ру порталында мұнайға тәуелділіктің соңғы деңгейінде елде не болады деген материал шықты. Беделді ақпарат құралдарының мақалаларына сүйеніп жазылған. Әңгіме әрине Венесуэла туралы. Ондағы экономикалық дағдарыстың тереңдегені соншама, электр жарығы мен су бірінші кезектегі тауарлар өте тапшы. Адамдар аш. Денсаулық сақтау жүйесі коллапста. Инфляция 500%-ға жеткен. Халықаралық валюта қоры келесі жылы 1600%-ға барады деп жоспарлайды. Венесуэладағы жағдайдың мүшкілдігі, экономиканың тірегі, мұнайдың өзі қазір ақштан тасылады деп жазған Нью-Йорк Таймс. Негізі Венесуэладағы мұнай қоры 300 миллиард баррельді құрайды. Егер ағымдағы өндірісті ұстап тұрса, ол 3 ғасырға жетеді. Ел мұнай өндіру бойынша 12-ші орында, экспорты бойынша 8-ші орында. Алайда жыл басынан бері Венесуэла шикізатты ақштан тасып отыр. Себебі Венесуэланың мұнайы ауыр және өндірісі қымбат. Сыртқа шығару үшін ауыр мұнайды жеңілдеу сорттармен араластыру керек. Бірақ дағдарысқа шырмалған Венесуэланың өнеркәсібі мұнайдың жеңіл сортын қажетті мөлшерде шығара алмай отыр. Сондықтан қаш шауы ақштан алуға мәжбүр. Нью-Йорк Таймс мұнай құбырларының бірі бірнеше аптадан бері істемей тұрғанын жазған. Қондырғы сынып қалған, жаңасын орнататын ешкім жоқ. Ал ірі кеніш Эль-Фюруальда кезінде күніне 453 мың баррель мұнай өндірілсе, қазір жағдай өте нашар. Тіпті скважинаға құятын бұрғылау сұйықтығы тапшы. Қондырғыларды қалпында ұстап тұрмағандықтан 2012 жылдан бері бірнеше рет мұнай ағып кеткенін жұмысшылар айтқан. Оған қоса өндіріс ошағын қарулы қарақшы топ шабуылдайтын болған. Кешкі 6-дан кейін жұмыс істеу өте қауіпті. Әйтсе де жұмысшылар қарақшылардан емес, аштықтан шаршаған. Тамақтың аздығы сондай, адамдар жұмыс барысында бір-біріне қарап жүреді. Біреу есінен айырылып құласа, жылдам көмек көрсету үшін. Мұнайға тәуелді Венесуэладағы тіршілік осындай. 25 жыл ішінде осы жер, осы мәдениет, осы қалалар қазақтікі дегенді басқа түгілі өзімізге дәлелдей алмай келеміз. Өз жерімізде өзіміз қонақ сияқтымыз. Осы елдің иесі мен киесі қазақ дегенді өзгеге аян ете алмай келеміз. Ол үшін сөзсіз мықты мәдени өнім керек, мықты ақпараттық саясат керек, өзімізден де бар. Алматының 1000 жылдығына байланысты мәссаған Алматыға 1000 жылма деген сарказм, иронияға толы комментарийлерге орай саясаттанушы Айдос Сарымның әлеуметтік желідегі жазбасына. Қалаларды тек отарлаған мемлекет салт, біз дала кезіп жүрдік деген ұшқала ғой, тарихымызды білмеу мен бағаламауда ішкі комплекстерді ғана көрсете ме? Танымның басқа топыраққа тамырлағанның дәлелі. Сонымен Алматының 1000 жылдығы аталды. Дәстүрге сай алма фестивалі өтті. Онда 150 тонна алманың 100 сорты қойылыпты. Ал жоғалды деген апорт не болып жатыр? Білікті бағбандар апорттың домалап кеткенін айтып, оны ешкім таба алмайды дейді. Ришат Асқарбекұлының материалы.
70 жылдары Алматыда 3 миллион түп апорт ағашы болған. Бұл алманың өзгеде ондаған сорттарын қоспағанда аумағы 15 мың гектар жерді алып жатқан жасыл желкен еді. Алайда апорттың жоғалу процесі осыдан 10 жыл өткен соң-ақ басталған дейді ғалымдар. Түрі солғын тартып, тым уақыт алып кеткен. Дәмі мен иісі бұрынғыдай емес еді. Шынымен арысы Еуропа, берісі Мәскеуге дейін жетіп аты шыққан Алматының символы неге жоқ болып кетті? Никто их не вырубил. Мен 68 жылдан бастап алма бағында еңбек еттім. Алманың бұл түрінің жоғалуына түрткі болған экология. Қоршаған ортадағы өзгерістер өзі сезімтал жемісті түп тамырымен жоғалтып жіберді. Менің оған толық көзім жетті. Мына көне бейне таспадан Алматының іргесіндегі Луч Востока, Горный Садовод деп аталатын шаруашылықтардың дүркіреп тұрған кезін көруге болады. Әр терімші бір күнде 600 килограмм апорт жинайды екен. 1950 жылы түсірілген фильмде апорт алмасының нағыз сұранысқа ие кез екенін ұғасың. Кеңестік мемлекеттердің ірі қалаларына жеткізілетін жемістің қазір жұрнағыда қалмады дейді бағбандар. В Казахстане по крутым горным склонам Заилийского Алатау на 200 километров раскинулись яблоневые сады. У подножья могучего горного хребта лежит столица Казахстана. Недаром носит она имя Алма-Ата. По-казахски это значит отец яблок. Алматының апорты аға буынның жадында ғана сақталған. Одан қаса оның дәмі таңдайында қалған. Соңғы жылдары базар сөрелерінен жоғалып кеткен сол жемісті қазір мынадай шіріген түптерін ғана кездестіруге болады. Бұл жерде 50 жыл бұрын Горный Садовод деген шаруашылық құрылып, осы жерде өсетін апорттар Алматының символына айналған еді. Горный Садовод қазір Бесқайнар ауылы деп аталады. Тамылжыған табиғаты, сылдырлап аққан бұлағымен көз тартатын елді мекен Іле Алатауының ең көрікті жері. Мына беткейдің барлығынан әлі де самсап тұрған алма ағаштарын көруге болады. Бірақ баяғы сапқоздағыдай төгілген алманы кездестірмейсіз. Көбі жекеменшік шаруалардың қолына өткенімен қараусыз жатыр. Ал одан қалса демалыс аймағына айналып, зәулім коттедждер бой көтерген. Урожай был у нас последний. Это 94 год. Все. Самый обильный урожай был. Мы тогда собрали около 5 тонн с гектара. Наталья Солдатова небәрі 12 жасында отбасымен бірге осы алма совхозына қоныс аударады. Жай терімшіден совхоздың директоры қызметіне дейін көтерілген әйел жан сарайында шатын ғажап есті апортты өз қолымен Мәскеу көрмесіне апарған. Салмағы 1 килограммнан асатын тостағандай жемісті көргенде сол кездегі Астана тұрғындарының көздері алақандай болатын дейді зейнеткер. Годы апорт у нас... Апорт және Алатау апорты деген екі алманың түрі мұнда ерекше өсуші еді. Меніңше апортты бұрынғы қалпына келтіріп жаңғырту мүмкін емес. Оған біріншіден қазіргі климаттық өзгерістер мүмкіндік бермейді. Екіншіден дәл сондай сорттарды табу қиын. Қазіргі жеміс тәлімбақтарында өсетін алмалардың ешқайсысы Алматының баяғы апортына ұқсас дәм бере алмайтыны анық. Дәл сондай апортты өсірмесе де оны қайта жаңғырту туралы бастама көп. Алматыда әрбір әкім ауысқан сайын алманың осы сұрпын қалпына келтіреміз деп түрлі бағдарламалар қабылдап, тапсырмалар беріліп жатады. Бірақ әзірге нәтиже көрінбейді. Соңғы уақытта алманы қайтадан қаланың символына айналдыруға арналған шаралар өтіп жатыр. Соның бірі алма фестивалі. Қала күніне орайластырылған алма базарына шаһар маңында осы жемісті егетін шаруа қожалықтары тартылады. Биыл қаланың 1000 жылдық мерекесіне орай өткен алма жәрмеңкесіне 150 тонна жеміс әкелінген. Дәм татуы жоқ шетелдік алмаға қарағанда жергілікті шаруалардың өнімін алматылықтар соңғы түйіріне дейін сатып әкетеді. 15 тонна әкелдім. Бүгінгі күнде бәрін өткіземіз. Біраз өтіп кетті, да, өткіземіз. У нас сортов около 25-27. Ну, все супер. Сколько вот яблок вообще у вас? В общей сложности у нас около 5 тонн. Планируете как сегодня все продать? Как идет торговля? Люди берут? Берут, хорошо берут. Алматының әрбір тұрғыны жыл сайын 17 килограмм алма тұтынады. Қалалық статистика басқармасының дерегінше, шаһардың осы жеміске деген сұранысы жылына 30 000 тоннаға жетеді. Алма Алматы облысы, оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарынан жеткізіледі. Ал шетелден Қытай мен Польшадан алманың бірнеше сорты импортталады. Алматыда базарлар мен дүкендердің сөрелерінде алманың түр-түрі самсап тұр. Бірақ алматылықтар мен қала қонақтары олардың арасынан әлгі таныс дәмді іздейтін рас. Біз сөзге тартқан қала тұрғындарының барлығы да әйгілі Алматы апортының мүлдем жоғалғанын айтады. Мен ішті оқып жүргенде осында 65-70 жылдары үйге мынандай бумажный қағаз бар мешок пошада. Сонымен үйге әкелгенде
анау төреге қояды, көршілерді иісі шығады. Көршілер, о, алманың иісі ғой, қандай иісі деп. Бір күн тұрған үйде. Ана кроваттас салқан кезде қонақты кісілер көршілер көруге. О, алма кепті ғой дейді сізге. Енді мен алматыдан алып келеміз. Дәмнен де айыруға болады. Дәм басқаша, уже апорттікі жесең, уже басқаша. Китайский алмаларда уже кілең суы слишком шығып атады да. Апортта тек қана алманың өзі кішкене құрғақтау болады, кішкене. Алматының тыс шеткі қалаларында, оның шеткі мысалға поселкаларында дейді, ауылдарында бар, мысалы Талғар ауданында болады алуға, ол жақта бұрынғы апорттың дәмі сақталады. Ал мынандай магазиндерден, например, овощной сататын жерден, или болмаса Магнум, или жаңағыдай супермаркеттерден алатын болсаңыз, ондай апорттың дәмі жоқ, сезілмейді. Келмеске кеткен Алматы апортын енді экотуризм бағытына пайдалану үшін қала әкімдігі жақында жаңа жоба жасауға кірісті. Ол үшін Бутаковка таулы аймағынан 40 гектар жер жеке инвесторларға жалға беріліп отыр. 9 жылға келісімшарт жасалып, апорт егу бастамасы қолдау тапты. Мына апортты қайтадан жаңғырту, бұл бір жағынан бұрынғы бұл Алматының бренді, Алматы қаласының. Бұл жерден өскен өнімді біз айта кететін болсам, бұны барып қаладағы базарларға сата салмайды. Ондай да талаптар бар. Бұл алма өскен күні ертеңінде осы қаламызға келген туристер осы жерге келіп алма апортын өз қолдарымен көріп дәмін татса деген сондай мақсатпен жасалып отыр. Және де бұл жерден өскен өнімдер осы Алматы қаласындағы бізде әлеуметтік сауда орындары бар. Сол жерлерде сатылады. Апортты жаңғырту тиіс инвесторлар жобаларын көрсетіп, сұхбат беруге келіспеді. Бірақ шенеуніктер жұмыстың алдағы қараша айында басталатынына сендіріп отыр. Егер бастама сәтті болса, қала билігі Алматының символын жандандыруға ниетті кәсіпкерлерге басқа да жер телімдерін беруге әзір. Олар жаңа айтып кеткендей, ноябрь айына дейін осы ескі ағаштарды жұлып, орнына ноябрьден келесі 2017 жылдың апрель айына дейін жаңа жас көшеттер отырғызу керек. Сол көшеттерді отырғызғаннан кейін 9 жыл көлемінде олар осы алманы күтіп, қарап, ертеңгі бізге өнімін көрсету керек. Сол өнімін көрсеткеннен кейін осы біздің Алматы қаласы әкімдігінің қойған талабын қанағаттандырса, содан ары қарай біз қосымша 40 жылға пролонгация жасай аламыз. Апорттың нағыз жеміс салатын мекені Іле Алатауында 950 мен 1250 метр аралықтағы кеңістік болып табылады. Осы аумақта апорт өзіне ғана тән барлық қасиетін бойына сақтайды дейді Наталья Солдатова. Бесқайнар елді мекені жыл сайын Алматыда өтетін ауыл шаруашылық өнімдері жәрмеңкесіне 30 тонна алма, алмұрт және алша әкелетін. Алайда бағбандар биыл мүлдем өнімсіз қалған. Көктемдегі жауын шашын мен қатты бұршақ жемістерді ұрып тастапты. А теперь пройдем в опытный сад. Здесь ученые-плодоводы выводят новые замечательные сорта яблок. Апорт алмасының ағашын Алматыға 1865 жылы жер аударылған Игорь Редко есімді орыс бағбан әкелген. Ол Алатауда өсетін жабайы алма мен Ресей топырағынан әкелінген жемісті будандастыру арқылы жаңа сыр бойлап тапқан деген тұжырым бар. Алайда өзіміздің ғалымдар Алматы маңында Оғыздар мекенінде де апорт алмасының болғанын айтады. Әлем халқы 1907 жылы Германияда өткен бағбандардың дүниежүзілік конгресінде Алматы апортының дәмін татып таңдай қаққан. Сол сәттен бастап Іле Алатауының етегіндегі апорт алмасына деген махаббат пен сүйіспеншілік әлі сөнген емес. Бірақ сол апорт домалап кеткен тәрізді. Ришат Асқарбекұлы, біздің уақыт. Бред Питттің балаларға қатал қарағаны Анджелина Джолиді ажырасуға итермелейді деп жазып жатыр. Ақпарат құралдары атақты жұптың айырылысатыны туралы хабарға орай. Тіпті Лос-Анджелестің құқық қорғау органдары Питтке қатысты іс қозғағаны айтылады. Жақында ол Лос-Анджелеске ұшып келе жатқандарында балаларын айғайлап, тіпті ұрған көрінеді. Анджелина Джоли ажырасуға арыз бергенде келісе алмайтын қайшылықтар бар деп, балаларды өзіне қалдыруды өтінген. Бред балаларға қауіпті, себебі ашуын ақылға жеңдіре алмайды. Сонымен бірге есірткі мен алкогольге әуес деген. Негізі екеуі бірге түскен мистер және миссис Смит фильмінен кейін басталған роман сентименталды адамдар үшін өмірі аяқталмайтын ертегідей көрінген. Олардың 6 баласының болуы, 3-еуін асырап алған, 3-еуін өздері туған, табысты, әдемі көрінетін кейіпкері.
2 жыл бұрын ресми үйленулері, бақытты жұп көрсе, өздерін бақытты сезінетін адамдар үшін жан жадырататын образ еді. Соңғы күндері қаптаған материалдарда олардың үйінде бала күтумен айналысқан әйелдердің әңгімелері де басылып жатыр. Daily Mail'де Пит пен Джолидің отбасында біртүрлі атмосфера болғаны баяндалған. Балалар ешқашан мектепке бармаған, себебі олар үнемі жолда жүрген. Лос-Анджелесте, Францияда сарайлары бар, Лондонда үй жалдаған, әлемнің әр түкпірінде отельдерде тұрған. Сондықтан балаларының тетелестерімен араласуы қиын болған. Бір сөзбен айтқанда анархия. Балалары ойларына не келсе соны істеген. Үлкені Медекс 9 жасында шарап ішіп алып үйдің жанында автомобиль айдаған. Оның қару-жараққа қызығушылығын қолпаштаған, тіпті коллекциялық пышақтар сыйға тартқан. 8 жасқа толғанда сый ретінде Джоли оны Ирактағы босқындар лагеріне апарған. Брэд Питт бір интервьюінде Джоли екеуінің тұрмысын желісі психикалық ауруханада дамитын көкек ұясының үстімен ұшқанда фильмімен салыстырған. Оның қаталдау болғаны тәртіп орнатуға тырысатыны бұрында жазылатын. Энджи болса ешқандай шектеу қоймаған. Айтпақшы, бұл драмада француз актрисасы Марион Котиардың аты аталды. Питт екеуі бір нәрсе білдірді деп. Актриса бұл әңгімені жала деп сипаттап, өзінің махаббаты барын айтып, Инстаграмда жазба қалдырды. Голливудтың ең танымал жұбының 10 жылға созылған романының аяқталуын батыс ақпарат құралдары ғасыр ажырасуы деп сипаттайды. Бәрін қойшы, Ақтөбедегі тіршілігі қиын 6 баланың үйін адам тұратындай етіп жөндеуге қазақстандықтардың ақша жинап бергені жақсы бол. Олардың анасы нәпақа табу үшін Таразда жүретін көрінеді. Әкесі инсульт алған, еңбекке жарамсыз. Жақында сол ауруханаға түскенде 6 бала өздері тұрған алқам-салқам сұп-суық үйде. Өткен қыстада әкесі анасына кеткенде отын таусылып тоңғаннан балалар үйдегі көрпе жастыққа дейін пешке салған. Үлкені 16-да, кішісі 6 айлық. Олардың өмірі туралы ақпарат құралдары жазып көрсеткесін адамдар көмек қолын созған. Әкімдік те қозғалған. Бұл отбасында анархия болмаған. Олар тұрмыс тауқыметімен күресе алатын балалар. Ештеңеге қарамай, сабақтарында жақсы оқиды екен. Біздің уақытта Астана TV.kz сайтынан көріп оқи аласыздар. Келесі сенбіде жүздескенше.